Сәлем достар, сіздермен бірге Арука Нджукам. Бүгінгі жеңіс күніміз құтты болсын. Елім деп, жерім деп, отан үшін отқа түскен аталарымызбен апаларымызды мәңгі ұмытпаймыз. Әлия мен Манчук апаларымызбен мақтанамыз. Бізге осындай бейбіт күн сыйлаған жауынгерлерге, ұлы отан соғыс ардагерлерге бас иемін. Былтыр бізде көшеде парад болды. Біз бәріміз 9 мамырды жақсы өткіздік. Гүл шуақтарын біз естелікке қойдық. Мектепте бізде ашық сабақ болды. Ал биыл бізде карантин, парктердің бәрі жабық, өкінішке орай. Енді мен сіздерге 9 мамырға таппақ айтқым келіп тұр. Құтты болсын жеңіс күні, ағайын, көптен күткен ұлы дала, ұлы күнде жара сайын. Ата бабам қамыр беріп шайқасқан, ата бабам намыс бермей айқасқан. Жеңіс күнін қарсы алайық бәріміз, жеңіс күні тойласайық жар кәріміз. Осындай бір бейбіт күнін сыйласқан ардагерлер ағамызға бір алғыс. Сіздерді тағы да 9 мамырмен құттықтағым келіп тұр. Аман болыңыз, тағы да келесі 9 мамырда бірге болайық. Сау болыңыздар.